Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздерге бір техникамен бөліскелі отырмын. Бұл техника, егер де жұмысыңызда ұрыс-керіс болатын болса, одан құтылу техникасын айтатын боламын. Бұл техника кімдерге көмектеседі? Бұл техника жұмысында ұрыс-керіс болады ау деп бірдеңені білдіріп алып, немесе сізге біреу қалайда жала жауып, бір қатты шешілмей жатырған ситуациялар болған жағдайда бұны қолдансаңыз, ұрыс-керіс кәдімгідей басылады, ситуация жақсы жағына қарай шешіледі. Бұны жұмысқа кетер алдында 1 сағат, жарты сағат бұрын жасауларыңыз керек. Қарапайым техника, ешқандай қиындығы жоқ, айға күнге байланысты емес. Сондай ситуацияларға кездесіп қалған жағдайда жасай беруге болады. Неше рет жасасаңыз да ешқандай шектеу жоқ. Қазір барлығын бізге не керек екенін атап өтеміз. Ол үшін біздерге любой бір свеча керек, себебі от энергиясымен жұмыс жасайын деп жатырмыз. Достар, свечаны көбі орыстар істейді деп жатыр да. Достар, мына свечадан басқа от энергиясын мен таба алмадым. Зажигалкаменен, ол зажигалканы ыңғайсыз. Спичка сразу сөніп қала береді от энергиясын істеу үшін. Мысалға, шөп жағайын десем, онда ода ыңғайсыз, сондықтан ең ыңғайлы от энергиясымен жұмыс жасау үшін осы свечаларды қолданады екен. Мен де сондықтан свечаны қолданып жатырмын. Любой бір свеча керек, даже тортқа арналған. Болмаса парафиновый свеча болады ғой. Мына химия магазиндерде, химия сататын магазиндерде. Сондай обычный бір свеча болады, жарайды. Осындай свечаны қоясыз, бекітіп, мен тек просто көрсете берейін, достар. Осы жерге қоясыз да, қоясыз и свечаны жағасыз. Мен жақпай-ақ қояйын, сіздерге тек айтып түсіндіру үшін. Свечаны жақпай-ақ қояйын. Мынау жанып тұр деп есептейік, сосын осындай пустой бір ыдыс керек, одан кейін бізге су керек, судан кейін бізге бір тұз керек. Мына суды, кесені суменен сразу алып келуге болмайды. Мынандай бос ыдысқа су құюымыз керек. Бос ыдысқа су құйдық, одан бір шымшым тұзды саламыз ішіне. Достар, біздің жұмысымыз мына бір шымшым тұзды біз қолымызбенен ертуіміз керек. Бұл тұзды мына сұқ саусағымызбенен, указательный палец дейміз ғой, оң қолымыздың мына саусақпенен былай емес, былай против часовой стрелки. Мынау сағат тілімен ғой. Сағат тіліне қарама-қарсы 7 рет, осылай дұғаны 7 рет оқып, 7 рет тұзды бетіп судың ішінде ертуіміз керек. Мына жерге сіздер бірінші дұғаны бір бетке көшіріп аласыз. Сөйтіп, против часовой стрелки осылай 7 рет дұғаны оқып, шатасып кетпеуіңіз керек. 7 айналым жасайсыз осылай, против часовой стрелки. Соны 7 рет дұғаны оқып болуыңыз керек. Біздер, менде 7 рет болды мысалға дейміз да, сосын 7 рет тұз езіліп, 7 рет дұғаны оқып болғаннан кейін мына суды терезеден шашып жібереміз. Болды. Ал мына свеча, қалған свечаны жанып болған шейін күтеміз. Күтіп болғаннан кейін любой ағаштың түбіне лақтырып тастаймыз. Немесе мусорға лақтырып тастауға болады, достар. Болды, басқа еш нәрсе жасамайсыз, ешқандай қиындығы жоқ. Жасап көріңіздер, содан кейін жұмысыңызға кете беруіңізге болады. Жұмысыңызда ондай қатты сізге қатты тимейді, ол басылады. Қатты ұрыс-керіс басылады. Бұл эффекті 2-3 күнге созылады. Бұның эффектісі 2-3 күнге дейін, тек 2-3 күннен кейін тағы ұрыс-керіс болатын болса, серьезный ұрыс-керіс болатын кезде бұны жасаң тек. Бұл майда шүйде неге өте күшті
техника, сондықтан болмайды. Болды достар, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Сәттілік. Осы видеоның алдында мен сәттілік, береке шақыру үшін және ақшаларыңыздың финансовый сәттілік болу үшін техника салғанмын, және оның алдында да бір видео салғанмын. Сол видеоларды көрмеген болсаңыз, каналыма өтіп қарасаңыз болады достар. Сәттілік,